Өңір жетекшісі Солтүстік әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы ұлттық компаниясы акционерлік қоғамына қарасты тұрақтандыру қорындағы жағдаймен танысты. Ғауез Нұрмұхамбетов өнімдері сақталатын қоймаға арнайы келуді жөн көрген. Себебі қазіргі су тасқыны кезеңінде азық-түлік қауіпсіздігіне ерекше мән берілуі қажет. Запас риса у нас 367 тонн. Бізде 367 тонна күріш, 1333 тонна қант, 421 тонна тұз және жергілікті жерде өндірілген тауық етінің 463 тонна қоры бар. Сонымен қатар 838 мың литр күнбағыс май әзірленді. 5,6 миллион дана тауық жұмыртқасын да дайындадық. Бүгінде Солтүстік Қазақстан облысының кез келген нүктесіне азық-түлікті жеткізе аламыз. Ол үшін 4 бірдей газель көлігіміз бар. Барлығы жұмыс істеп тұр. Тауар қорымен тасымал жай айтылғасын тараптар бағаға қатысты сөз қозғады. Екі жеп беге шығуды көздейтін жандар кез келген жағдайды пайдалануы мүмкін. Тіпті тасқында артық табыс табулары ықтимал. Бұған үзілді кесілді тыйым салынады. Есть поручение главы государства период паводков. Мемлекет басшысы әлеуметтік маңызы бар өнімдердің бағасын бақылауда ұстауды тапсырды. Су тасқыны кезеңінде бұған ерекше мән беру керек. Ешқандай өсімге алып сатарлыққа жол жоқ. Бүгін арнайы келіп, қормен, мүмкіндіктермен танысып отырмыз. Кәсіпкерлік және индустриалды инновациялық даму басқармасы мен аудан әкімдері бұзушылықтарға дер кезінде тұсау салуы қажет. Аймақ басшысы қаз-қатар тізілген азық-түлік түрлерімен жіті танысып шықты. Бүгінде тұрақтандыру қорымен тауық жұмыртқасы бойынша Якір құс фабрикасы серіктестігі ғана келісім жасасыпты. Ғауез Нұрмұхамбетов жауапты басқарма басшысына тізімді толықтыруды тапсырды. Надо будет управление хозяйства по яйцу, надо будет посмотреть по обеспечению, по заключению меморандума. Тоже вопрос, один из главных. Это тот продукт, который сегодня необходим людям. Қоса кетейік, тұрақтандыру қорында орта есеппен 4-5 айға жететін азық-түлік қоры сақталады.